Сәлем достар, кім манты сұрады өткен видеода? Сіздер үшін арнайы дайындадым. Бұл жерде 14 манты және де тұздалған қызанақ пен қияр. Мен таңертеңнен бері тамақ ішкен жоқпын. Бүгін қазір сағат 3. Сондықтан мен мынаның барлығын қазір жеп қоямын. Бұл жерде менде кетчунес. Көрейік. Мен жақында ғана ауылға барып келдім. Осы 2 күн ғана болған шығар. Құрбан айт кезінде. Ауылға барып келдім. Кім менің инстаграмыма жазула. Олар уақытылы бәрінен хабардар болып отырады. Сондықтан жазылыңыздар. Астынан қалдырып кетем. Ол ауылда мен балалық шағым өтті. Сол жердегі өзенге бардық. Ол өзен мен үшін терең, үлкен болып көрінетін. Осы жыл барғанда кішкентай, немесе суы азайып қалған ба түсінбедім, бірақ кішкентай болып көрінді. Кішкентай балалар шомылып жүрді. Сол жерде отырып дем алдым. Біріншіден табиғаты, жалпы біздің Шығыс Қазақстан табиғаты өте керемет. Келіп жатсаңыздар, міндетті түрде сұрастырып, немесе интернеттен болсын, жақсы жерлерді біліп, сол жерге баруларыңызға кеңес беремін мен. Сол жерде отырып неше түрлі видеоларға маған ойлар келді. Бұл қияр мен қызанақтар да сол ауылдікі.
жасыңа жас қосылғанда бір басқаша қарайсың ба сондай жерлерде. Біріншіден былай қарағанда үлкен болып көрінген кішкентай күнімде, қазір кішкентай сияқты. Және де адамдары, мен ол кісілерді көрген кезде ауылда өзімнің кішкентай күндерім есіме түсіп, жылағым келіп, сондай бір көңіл күйде боламын. Және де ол кісілердің былай түріне қарағанда шынымен де олар қартайып бара жатқандықтары сезіледі. Және оны да ойлағанда мен бір терең ойға шомылып кетем. Осындай адамдар, мен оларды жақсы көрдім, олардың көз алдында өстім. Бұл кісілер міне қартайыпты ғой деп, одан кейінгі оқиғаларды көз алдыма елестеткім де келмейді, ойлағым да келмейді жаман нәрселерді. Дегенмен де өмір деген өтіп жатыр зымырап, бұл бізге өзіміздің жасымыз байқалмайды. Сондай бір ойда болдым. Ауыл суы қалпы. Ол суға біз қалай түсетінбіз? Таңертең ерте тұрғаннан кейін тамағымызды ішеміз де үйдің жұмыстарын жасап тастайтынбыз. Мысалы, менің жұмысым маған үйді жинап, үйді жуып, үйден жуу, шаң сүрт деген ондай айтпайтын. Мен тек қана үйді жинастыруым керекпін, және де құрт жасау керек болатын жазда, сол ғана есімде. Сонда құрт жасапсам, сосын біздің көшеде біз 3 қыз тұратынбыз. Бір сыныпта оқығанбыз. Бірінші сыныпта мен ауылда оқыдым. 3 қыз тұратынбыз. Сонда үшеуміз келісіп аламыз. Үйден бір тамақтар алып шығамыз деп. Мысалы, міндетті түрде біреуіміздің үйімізде бәліштер болатын, пирожки. Біреуіміздің үйімізде мысалы манты болса, немесе сондай бір тойымды тамақтар болса, барлығымыз алып алатынбыз да, судың жағасына баратынбыз. Сол жерде түскі асымызды жеп, бірге суға түсіп, кешке дейін сонда болатынбыз. Бізде ешкім іздемейтін де қоя беретін әйтеуір. Біз өз өмірімізге өзіміз жауапты болып кететінбіз. Бірақ та ол кезде адамдар басқа болды. Ол кезде мысалы біздің сыныптың ұлдары бізді басқа біреулерден қорғайтын, әрқашанда тиіспеңдер деп. Мысалы, өйткені суға лақтырады ғой ұлдар. Лақтырады, немесе су шашады, немесе тағы бір сондай ойындар бар. Сол жерде мен жүзіп үйрендім. Қазіргі таңда мен ұялмай барлық жерге бара берем, өйткені мен жүзе алам. Және суды өте жақсы көрем.
бізде ауылда былай мысалы бір көше ары қарай сол көшеден шығып трассқа шығасың тура, содан сол ұзындықта, яғни бір өзеннің бойында өте көп өзендер болатын. Менің есімде 3 өзен ғана бар. Біздің үй жақтағы өзен, одан кейін Бестерек деген өзен, сосын Қаратас деген өзен. Бестерек деген өзен қазір мүлдем жоқ. Қаратас бар ғой деймін. Сонда біз әрқашанда ауыстырып баратынбыз күнді. Бір күн өзіміздікіне, содан кейін анда. Сөйтіп ауысып баратынбыз. Біздің ұлдарда ау болатын. Сеткадан. Сонымен олар суға кіретін. Сосын жан жақтан басқа балалар балықтарды бүйтіп қуып аяқтарымен алып келеді. Сосын ауды жауып қалатын да. Судан шығаратын. Содан кейін мынандай балықтар не үшін оларды аулайды, мен әлі күнге дейін түсінбеймін. Соларды артында жіңішке ағашты соның басын аузына тығады да. Осылай отқа ұстап тұрып пісіріп жейтін бізге де беретін өйткені. Барлығы жегеннен кейін әрине мен де жейтінмін. Өте дәмді. Сөйтіп балықтарды жеп қоятынбыз. Кішкентай. Білмеймін, қарны ашқандықтан ба. Маған оның дәмі ұнамайтын, бірақ мен жейтінмін. Онымен қоса, біз мысалы ұлдардың от жағатынын білетін болсақ, біз картошка алып баратынбыз. Картоп. Менің балалық шағымдағы жаз мезгілі осылай өтетін. Ешқандай да үлкен көлдерге, үлкен суларға бармайтынбыз. Білмеймін неге екенін. Ешкім бізді апармайды. Бірнеше рет жазғы демалыстан кейін үйге қайтқанымда үйден бірнеше сурет көріп қойғанмын. Мамамдар үлкен суға барып, достарымен немесе туыстарымен суретке түсіп, оны шығарып алып келгені. Сол кезде өте қатты ренжігенмін, неге мен де алмайсыңдар деп. Мүмкін кішкентай бала, оны неменеге аламыз деп ойлады ма, білмеймін. Ондай болмайтын. Сондықтан да
мен ес білген кезде ғана көлге бара бастадым. Және мен суды өте жақсы көремін. Сіздердің сумен ара қатынастарыңыз қалай? Жазып өтіңіздер. Менде лимонад. Өте шөлдеп кеттім, барлығы тұзды. Қызықты оқиғаларыңызды жазып кетіңіздер. Және былтыр қайда бардыңыздар шомылуға? Мен былтыр ең есте қалғаны әрине Алакөл. Алакөлде болдым бір құрбыммен. Өте керемет 4 күнді өткіздік. Дегенмен де былтыр карантин күшейтілген болғандықтан ешқандай да қызық болған жоқ болатын. Кешке Арбатта жай ғана өзіміздің бір қаланың бір жерінде қыдырып жүрген сияқты болған. Бірақ та биыл концерттер жасап жатыр екен. Барлық адамдардың стористарынан көріп жатырмын. Өте барғым келіп кетті. Негізі жоспарда бар, бірақ білмеймін, бара аламыз ба, жоқ па, ол тек қана кейбір адамдардың өз сөздерінде тұруына байланысты. Сондықтан да сондай бір тұспалдап жеткізгенім қалай болады. Сіздердің пікірлеріңізді асыға күтемін. Қалай былай манты? Ұнады ма? 5 манты қалып қалды. 14 манты болған. Яғни мен 9 мантыны жей алады екенмін. Дегенмен де өте дәмді болды, өте жұмсақ болды, өте сочно болды. Сіздерге рахмет. Пока-пока.